Үшінші ең қиын нәрсе, үшінші саған диплом жазу барысында қиындық тудыратын нәрсе, ол госстандартқа сәйкес болу. Сенің оформленияң, сенің титулкаң, сенің жаңағыдай мына қолданылған әдебиеттерің сәйкес болу керек. Сен дипломды жазумен алыспайсың. Сен осы госстандартқа үйлесу керек деген нәрсемен алысып, бүкіл уақытыңды соған жоясың. Ал енді шет елдерде сонда қалай болады екен деген сұрақ келуі мүмкін. Мысалы, маған сондай сұрақ келді өзім диссертация жұмыс жазу барысында. Мен екі нәрсе бөлген едім. Оларда гибкость деген нәрсе бар және таңдау деген нәрсе бар. Ойлап қарашы, мысалы, бакалаврды алайық, немесе ағылшынша bachelor's degree дейік. Оларда примерно сол 4 жылдай оқиды. Және бакалавр бітірген жағдайда көп деген студенттер дипломдық жазу оларға міндетті емес. Мүлдем. Главный сөз, мына жерде басты сөз, міндетті емес. Оларға екі таңдау береді. Бірінші таңдау ол capstone project. Capstone project деген выпускной проект деп аталады. Бұл вообще бомба. Мен бұны оқығанда миым жарылып кетті ғой, шыны керек. Бұл тұрған практика. Бұны жеке адам жасамайды. Көп жағдайда командамен жасалынатын белгілі бір проект. Мысалы, сен инженерсің, болашақ. Сен отырып 80 бет диплом диссертация жазбайсың. Сен шын бір прототип құруың керек инженер ретінде. Мысалы, дрон болсын, болид болсын, үй болсын, действительно бір проект құруың керек. Немесе болашақ программист ретінде сен жұмыс жасайтын сервис, немесе жұмыс жасайтын приложение жазуың керек. Немесе маркетолог ретінде алайық, маркетологтар болашақ. Олар алады сол аймақтағы кішігірім бизнесті дамытады, белгілі бір деңгейге жеткізіп, соны яғни универге тапсыру керек. Қараңыздаршы, просто разница қайда? Біздер 80 беттік дипломдық жұмыс тапсырғаннан гөрі сенің действительно практикадан өткенің белгілі бір навык бар екен көрсететін кейс тапсырған жақсы емес пе? Жақсы, оны түсіндік.